Қайырлы күн, кітапсүйер озық ойлы оқырман. 23 сәуір ұлттық кітап және кітапханашылар күніне орайластырған 10 күндік аясында әңгіме және новелла жанрының хас шебері Жадыра Шамұратованың Сандық атты кітабын ұсынар едім. Бұл кітап несімен бар? Оның ішіндегі Сандық атты басты әңгіме тақырыптың өзіне назар салсаңыз, шаңы шошамал болып шұбалып жатқан ауыл бейнесін емес, нағыз ескіліктің ескірмес көзі болатын әженің сандығы символ ретінде көрінеді. Және де қазіргі замандағы өзекті деген психолог коучтардың қоғамға жасап жатқан, халыққа жасап жатқан іс-әрекеттері ашық мысқылмен әшкереленеді. Автордың осы бір қолданған формада қолданған әдісі мені таңғалдырды. Дулат Исабековтың сүйекші повесі, жалпы сүйекші деген атау, ол зиратты қазатын адамды сүйекші деп атайды. Осы шығармадағы басты кейіпкер тұңғыш, ол өзінің тағдыры қиын болады, аманат, кеңес деген бірнеше есімдерге ие болған. Осы арқылы шығармада негізгі адамның өмірі, түрлі философиялық көзқарастар, және асыл қасиет адамгершілік арқау болған. Сол арқылы мен осы сүйекші деген әңгімеге қызығып, толықтай оқып шықтым. Аталмыш көркем шығарманы оқу челленджін Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті